Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Қазақстанда коронавирусқа қарсы тағы бір екпе Казковакпи вакцинасының клиникалық сынағы басталды. Сынақтың бірінші және екінші кезеңі Тараздағы көп салалы қалалық ауруханада өтеді. Оған 18 бен 50 жас аралығындағы еріктілер қатысады. Білім және ғылым министрлігіне қарасты биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты сынақ кезеңіне қанша адам қатысатынын жарияламаған. Бірақ бұл екпе клиникалық сынаққа дейін жануарларға жасалған тексеріс кезінде жақсы нәтиже көрсеткенін мәлімдеді. Екпені сынақтан өткізуге денсаулық сақтау министрлігі рұқсат берген. Қауіпсіз екпе алу үшін ақуыздар толық тазарту кезеңінен және тексерістен өтті. Екпенің құрамында вирустың өзі жоқ. Суббірлікті вакцина инактивтелген екпелер сияқты құрамында тірі патоген компоненттер жоқ әрі өте қауіпсіз делінген мекеменің мәлімдемесінде. Қазақстан 26 сәуірде сынақтың толық 3 кезеңі аяқталмай жатып, Казвак тағы бір атауы Казковид-ин екпесін халыққа жаппай сала бастады. Бұл екпені биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты дайындаған. Денсаулық сақтау министрлігі Казвак сынақтың 2 кезеңінен кейін 96% деген еді. Бірақ бұл екпенің сынақ кезең жайлы ғылыми журналдарда әлі мақала жарияланған жоқ. 21 маусымда Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Жиынға шақыру туралы қаулыға мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин қол қойды. Қаулыға сай парламенттің бірлескен отырысы дүйсенбі Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10:00-де басталады. Күн тәртібінде нендей мәселе қаралатыны белгісіз. Қаулыда ол жөнінде ештеңе айтылмаған. Былтыр депутаттар демалысқа 30 маусымда кеткен. Парламент сессиясы қос палатаның бірлескен отырысында жабылған. Қазақстанда магистратураға түсушілер тапсыратын кешенді тестілеуге тіркеу басталды. Тіркеу ұлттық тестілеу орталығының сайтында жүргізіледі. Емтихандар 20 шілдеде басталып, 10 тамызға дейін жалғасады. Магистратураға түсуге арналған тестілеу 3 бөлімнен тұрады. Шет тілі, оқуға дайындығын анықтау және білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест. Емтихан уақыты 4 сағат. Магистратураға түсу форматы айтарлықтай өзгермеген. Талапкер тестілеу нәтижелерімен келіспеген жағдайда емтихан аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға өтініш бере алады. Осы жылы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша магистратураға түсу үшін шекті 75 балл өзгеріссіз қалды. Ал ақылы бөлімге түсу үшін кемінде 50 балл жинау қажет. 16 маусым күні Швейцарияның Женева қаласында ақш президенті Джо Байден мен Ресей президенті Владимир Путин кездесті. Келіссөз 4 сағатқа жетер-жетпес уақытқа ұласып, артынан екі ел басшылары жеке-жеке баспасөз мәслихатын өткізді. Сарапшылар келіссөзден көп үміт күтпейтінін, кибершабуыл және Украина мәселелері екі елді тым алшақтатып жібергенін айтқан. Владимир Путин тараптардың ақш елшісін Мәскеуге, Ресей елшісін Вашингтонға қайтару жөнінде келісімге келгенін мәлімдейді. Путин сондай-ақ Мәскеу мен Вашингтонның стратегиялық шабуыл қару-жарақтарын қысқарту шартын жаңарту бойынша келіссөз өткізуге келіскенін айтты. Бұл екі елдің келіссөз соңынан жасаған ортақ мәлімдемесінен де көрініс тапты. ақш президенті Джо Байден өзінің баспасөз мәслихатын Путиннен кейін өткізді. Ақ үй иесі Путинге ақш саясатының Ресейге қарсы бағытталмағанын, бірақ Вашингтонның адам құқығы жөніндегі кей мәселелерді елеусіз қалдыра алмайтынын айттым деді. Женеваның Лагранж тарихи вилласында өткен кездесу Нұр-Сұлтан уақытымен 17:25 кезінде басталып, 21:00-де аяқталды. Алдымен Байден мен Путин сыртқы істер министрлерімен бірге оңаша 1,5 сағат сөйлесті. Одан кейін 1 сағаттан аса кеңейтілген құрамда келіссөз жүрді. Иранда президент сайлауы өтіп жатыр. Елдің заңы бойынша қазіргі президент Хасан Роухани өз кандидатурасын ұсына алмайды. Себебі ол қатарынан 2 мерзім президент қызметін атқарған. Жоғарғы соттың төрағасы 60 жастағы Ибрахим Раиси 2 реттік президент мерзімін атқарған Хасан Роуханиді алмастырады деп айтылады. Сарапшылар Раисидің 1988 жылы бірнеше мың оппозиционерді дарға асу ісіне қатысқанын айтады. Адам құқығын қорғаушылар оны адамзатқа қарсы қылмыс жасаған деп айыптайды. Ирандағы құзырлы органдардың бірі Конституция сақшылар кеңесі көптеген кандидатты сайлауға жібермеді. Сайлауға өте алған кандидаттардың ішінде Абдул-Насир Хеммати Раисиге негізгі қарсылас болуы мүмкін. Ол президент сайлауына түскенге дейін Иран орталық банкін басқарған. Апталегі осындай жаңалықтардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыздар. Сау болыңыздар.